Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен егер сізді Pinduoduo сайтында сіз 4 затқа заказ бердіңіз, бірақ бір затты ғана салып жіберді. Бұндай жағдайда не істеуге болады? Сол туралы айтамын. Алдымен осылай видеоға түсіріп аласыз. Наклонный сыртында да жазылды не жерде 4 керек екені. Бірақ продавец бізге 4-теу емес, біреу ғана салып жіберген. Мына жерде астына қарай түссеңіз, мынаны басасыз. Осы жерде сіздің заказ берген не жерде тұр, мысалы 4 штук деп. Сонда қызылды бассаңыз, осы заказыңыз сізге продавецке түседі. Сосын сол продавецке айтасыз, жазып жібересіз. Мен сізден 4 штук заказ берген едім, бірақ сіз маған тек 1 штук қана салып жіберіпсіз. Возврат жасасаңыз немесе жаңағы қалған 3 штукты беріп жіберсеңіз деп. Ал егер оған көнбесе, мына жерде тұрған ең соңғы тұрған пунктті таңдап, қандай причинада біз оған обращение жасап отырмыз, соны таңдаймыз, қай заказ екенін жаңағыса белгілеп аламыз. Сосын мына жерде описание деген мына тұрған жерге толтырып шығамыз. Жаңағында айтып, мысалы біз 4 штук тапсырыс бердік, тек 1 штук қана салып жіберген, 3 штуктың ақшасын қайтарса немесе обратно салып жіберсе деп жазып шықса болады. Немесе егер сіз мысалы 3 штукты обратно салған қаламасаңыз, сол 3 штуктың ақшасын қайтаруды сұрайсыз. Осылай жазып шығасыз. Мына жерде видео доказательство немесе фото доказательствоңызды прикреплять етесіз. Галереяда болса галереяда, немесе жаңадан камераны ашып түсірсеңіз болады. Заявканы жібергеннен кейін сізде осылай шығады. Осыны Pinduoduo мен сатушы 2 сағаттың ішінде сізге жауап қайтарады. Егер 2 сағаттың ішінде де сізде ешқандай жауап қайтарылмаса, продавец сізге ақшаңызға қайтаруға деген не болмаса, осылай техподдержкаға барасыз. Техподдержкаға да ситуацияны түсіндіріп айтып шығасыз. Негізі көп продавецтер жаңа бірінші попыткадан сразу ақшаны қайтарады, ал кейбір продавецтер келіспей товарды қайтарыңыз деп сұрауы мүмкін. Көп жағдайда негізі біз Қазақстаннан Қытайға возврат жасай алмаймыз. Сондықтан көбінде техподдержка арқылы жаңағы қолға алмаған товарыңыздың ақшасын қайтарып алуға құқыңыз бар. Техподдержка сол жағынан өте жақсы көмектеседі. Мен өзім сол өзімнің проблемамды шешіп алдым. Сіздерге де солай. Егер мысалы сіздегі товарыңызды қолға алмасаңыз, немесе продавец жаңағындай сізге дұрыс салмаса, осылай техподдержка арқылы жаңа видео, фото дәлелдемелер арқылы ақшаңызды қайтарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Мен ChatGPT-дің көмегімен осылай қытайша аудартып алдым, және соны техподдержкаға жібердім. ChatGPT маған толық түсіндіріп берді, и маған техподдержка менің ақшамды толық қайтарды. 3 товардың ғана емес, толық 4-інде ақшасын қайтарып берді. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.